Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі күн қазанның 16-сы. Сабақтың тақырыбы әжем мейірімді. Бабушка моя добрая. Мейірімді, добрая. Сұрақтарға жауап береміз. Давайте вспомним ответы на эти вопросы. Сұрақтарға жауап беру. Ответить на вопросы. Сенің отбасында кімдер бар? Как вы должны ответить? Менің отбасымда атам, әжем, әкем, анам, інім және мен. Сенің отбасың қандай? Менің отбасым үлкен, если большая. Не большая, менің отбасым шағын. Сенің ағаң, әпкең, қарындасың, сіңлің, інің қандай? Менің ағам күшті. Менің әпкем ақылды. Менің сіңлім әдемі. Менің інім көңілді, веселый. Сен кімді жақсы көресің? Мен әкемді, анамды жақсы көремін. Сен кіммен әттеншек тебесің? Мен әпкеммен әттеншек тебемін. Сенің інің бар ма? Менің інім, если нету, жоқ, если есть, бар. Әкеңнің аты кім? Вы должны назвать отца. Отбасыңда неше адам бар? В твоей семье сколько человек есть? Отбасымда 5 адам бар. Жаңа сөздер, новые слова. Мейірімді, добрый, добрая. Мейірімді, добрый, добрая. Әжең қандай? Әжем мейірімді. Бабушка какая? Бабушка добрая. Әжең қандай? Ақылды, умный, умный, знакомое слово. Әжем ақылды. Еркелетеді, балует. Еркелетеді, балует. Бабушка меня балует. Әжем мені еркелетеді. Адам, мы все время говорим адам, человек. Синоним адам, человек, кісі тоже человек. Адам, человек, кісі, человек. Есне сақта, запомни. Здесь в притяжательной форме моя бабушка, твоя бабушка, его или ее бабушка. Менің әжем, моя бабушка. Сенің әжең, твоя бабушка. Оның әжесі, его бабушка или ее бабушка. Именно әжесі. Сенің әжең қандай? Твоя бабушка какая? Менің әжем мейірімді, ақылды, мені еркелетеді. Моя бабушка добрая, мейірімді, ақылды, умная, меня балует, мені еркелетеді. На странице 57 елу жетінші бетте будем отвечать на вопрос. Зададим вопрос Алибеку. Бұл кісі кім? Бұл кісі кім? Алибек. Это человек кто? Алибек говорит, бұл кісі менің әжем. Это человек моя бабушка. Бұл кісі менің атам. Это человек мой дедушка. Бұл кісі менің әкем. Это человек мой отец. Бұл кісі менің анам. Это человек моя мама. Бұл мен. Это я. Кісі человек, адам человек. 58-ші бетте бірінші тапсырма. Текст про мою бабушку. Альбек говорит, да? Менің отбасым үлкен. Моя семья большая. Мен отбасымды жақсы көремін.
Я люблю свою семью. Менің әжем өте жақсы адам. Моя бабушка очень хороший человек. Оның аты Жамила. Ее зовут Жамила. Ол ақылды, мейірімді. Она умная, добрая. Әжем мені жақсы көреді. Бабушка меня любит. Ол мені қозым, құлыным деп еркелетеді. Она меня балует, называя ягненок мой, жеребенок мой. Мен де әжемді жақсы көремін. И я тоже люблю бабушку. Оқу тапсырмасы 58-ші бет, бірінші тапсырма. 58-я страница, первый тапсырма. Задание. Әр сөйлемге сұрақ қой. Каждому предложению поставь вопрос. Вот текст, который мы с вами прочитали и перевели. Каждое предложение вы должны делать вопросительным. Менің отбасым үлкен. Какой вопрос можно задать? У тебя твоя семья какая? Сенің отбасың қандай? Мен отбасымды жақсы көремін. Я люблю свою семью. Сен отбасыңды жақсы көресің бе? Бе, да, вопросительная частица. Сен отбасыңды во втором жақсы көресің бе? Менің әжем өте жақсы адам. Сенің әжең қандай адам? Оның аты Жамила. Оның аты кім? Ол ақылды, мейірімді. Ол қандай? Әжем мені жақсы көреді. Әжең сені жақсы көреді ме? Вопросительная частица ме. Әжең сені жақсы көреді ме? Ол мені қозым, құлыным деп еркелетеді. Ол сені қалай еркелетеді? Мен де әжемді жақсы көремін. Сен де әжеңді жақсы көресің бе? Вот так, ребята, нужно сделать каждое предложение вопросительным. Сонымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.